Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Нұргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын, дәмі керемет болып шығатын рогаликидің рецептімен бөліскім келеді. Оның құрамында ешқандай сүт, қаймақ жоқ, құрамы өте қолжетімді. Сондықтан да міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, жасап көрсеңіздер болады. Ең әуелі таза ыдысымызға ұн салып, шым-шым тұз, 1 шай қасық қопсытқыш және 2 ас қасық қантымызды салып, құрғақ заттарды жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Үстінен шамамен 2 ас қасықтай сұйық май құйып, оның үстінен жылы суымызды құйып, әуелі қасықпен араластырып, сонан соң қолымыздың көмегімен жұп-жұмсақ қамыр илеп дайындаймыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Ол жұмсақ және қолға жабыспайтын болып шығады. Енді бетін жауып 10 минутқа демалдырып қоямыз. 10 минуттан соң қамырымызды алып, ұн себе отырып, тура видеодағыдай дөңгелектеп жайып аламыз. Жайылған қамырды пышақтың көмегімен видеодағыдай бөліктерге бөліп шығамыз. Ортасына салмасын салып жасауға да болады. Мысалы, кептірілген жеміс немесе шоколад қойып та жасасаңыздар болады. Толық құрамды описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Осы құраммен менде 13 дана рогалики дайын болды. Барлық рогаликтерімізді осылай орап, майлап қойған табамызға салып, алдын ала қызып тұрған пеште 200 градуста қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, подписаться батырмасын басып, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта түрлі пайдалы дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Міне біздің рогаликтеріміз дайын болды. Енді оның үстіне қант ұнтағын сеуіп, әсемдеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Дәмі керемет. Жасалуына небәрі 15 минут уақыттарыңыз кетуі мүмкін. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Егер видео пайдалы болған болса, лайк басып, пікір қалдырсаңыздар болады. Каналымның дамуына үлес қосып, подписаться батырмасын басуды да ұмытпаңыздар. Ас болсын!